Бәріне сәлем достар. Бүгінгі сабақта тег моделіне вьюсеттер жазатын боламыз. Біздер көп деректерді екі түрлі әдіспен сақтауды үйренетін боламыз. Ол үшін алдымен viewSpy'ға өтеміз және бұл жерде тегқа арнап жаңа viewset ашайық. Класс тег viewset. Және біз бұл viewset'in ішінде тек қана жаңадан құрастыруға және өшіруге мексендерді пайдаланатын боламыз. Және біздің generic viewset'ті пайдаланамыз. Алдымен query сетімізді толықта беріп жіберейік. Tag objects all және сериализатор класты береміз. Бұл сериализатор классы жоқ. Сол себепті оны құрастыруға өтсек, serializers модуліне өтеміз және файлымыздың соңынан екі жол тастап, tag сериализаторын ашамыз. Бұл сериализатордың ішінде біздер мета классын ашайық және моделімізді береміз және осы жердегі модельдің ішіндегі жолдарды анықтаймыз. Бұл жолдар бізде name және оның ID-і. Осы екі жолды берейік. Енді viewset'ке барып, бұл сериализатор бар екеніне көз жеткіземіз және біздер жаңадан action'дар қосамыз. Бірінші action. Жаңадан біздер API берейік. Бұл API-дің атын бұл create деп ашамыз. Бұл жерде алдымен берілген деректердің тізім екеніне көз жеткізіп алғанымыз дұрыс. Ол үшін біздер тексеріс қоямыз. Егер ол тізім болмаған жағдайда, біздер де қатені қайтар дейміз. Бізде response деген жоқ. Response классын импорт жасап жіберсек, және статусты да импорт жасауымыз керек. Ол үшін мексеннің қасына статусты импорт жасаймыз. Яғни егер бізде берілген деректер тізім болмаса, онда қате шығарамыз. Енді сериализаторымызды анықтаймыз. Және бұл жерде маңызды жол many true деп беру керек. Себебі біздің request data ол осы сериализаторға баратын деректердің тізімін білдіреді. Және сериализаторымызды тексереміз. Егер қате шыққан кезде осы жерден тоқтатамыз. Ал егер қате шықпаған жағдайда біз сақтаймыз. Және соңында құрастырған деректерімізді қайтарамыз. Енді осы viewset'імізді URL-ге қосайық. Ол үшін URLs-ке барып, посттың қасына көшіріп, осыны tag арнасақ болады. Tags, tag viewset және мына жерде text береміз. Енді серверімізді жүргізіп көрейік. Және бұл root бар ма жоқ па соны тексерсек болады. Терминалымызда виртуалды ортамызды қосамыз. Және manage by run дейміз. Run server. Және біз router URL-дің тізімін көруіміз керек екен. Міне, text деген бізде жаңадан қосылды. Оның ішінде қарайтын болсақ, бұл create'қа біздер декораторды қосуымыз керек.
Бұл декоратор, action декораторы. Бұл жерде бізде методымыз post болады, және біз құрастырып жатырмыз. Енді detail false дейміз. Себебі біздер бұл тегтарды әрбір постқа емес, бірінші тегтарымызды құрастырып аламыз бөлек тізім арқылы, және соңынан постқа тіркейтін боламыз. Енді мына action деген жетіспеген декораторымызға импорт жасап жіберсек, бұл жерде метод емес, methods болу керек деп тұр. Тексереміз, бізде жасады. Және тегстің ішінде бұл create деген API бар екенін көріп тұрмыз. Енді осы API-мізді Postmanға қосамыз. Ол үшін жаңадан папка ашсақ, және біздер алдыңғы сабақтың API-лерін көшіріп, қайталап жасақ болады. Яғни create comment орнына create text, delete tag. Бұл жерде бізде text және бұл create деген API болады. Және берілетін деректер бізде тізім болу керек. Және әрбір тізім ішінде осындай JSON объектілер болу керек. Мысалы, name, random, мысалы, көшенің атын қоя салайық, бір қандай да бір. Енді осындай, мысалы, толтырып бере берсек болады. Тегтардың аттарын. Енді серверіміз жасап тұрғанына көз жеткіземіз де, сұранымызды жібереміз. Алдымен авторизация жасау керек оған. Access токен алу үшін IDOS болып токен алайық. Және create text-қа барамыз. Яғни бұлар string тырнақшасында тұру керек. Соны қойып шығайық. Яғни мен бұл жерде 1, 2, 3, 4, 5 түрлі тег құрастырып жатырмын. Міне 5 түрлі тег құрастырылды. Яғни біздер бір жол арқылы 5 тег құрастырдық. Енді осы жерде біздер тексеріп жіберейік. Біздің базамызға қанша сұраным бар жатыр, соның санын тексеру үшін біздер log'ды өтеміз, яғни log қосатын боламыз. Ол үшін мына документациясынан көрсек, Django log level debug деп теңестіретін болсақ, ол бізде барлық базаның көріп тұрғанымыздай сұранымдарын бізге көрсететін болады осы жерде. Соны жасап көрейік. Сақтадық. Енді тағы да жаңа сұраным жасаймыз. Так, ол жасамады. Ендеше былай жасақ болады. Көріп тұрғанымыздай, бізде мына жерден бастап select деп авторизация жасаған адамды алды, және insert деген 1, 2, 3, 4, 5 команда болды. Яғни әрбір жаңа тег үшін біздерге жаңа базаға сұраным жасалып жатыр.
Осыны оптимизация жасау үшін біздер былай жасаймыз. Кетіріп тастасақ болады. Views'қа өтеміз. Мына бұл create'тағы мына методты, мына жолды комментарийге алайық. Және екінші методты көрсетемін қазір. Осыны толық көшіріп қасына қойсаңыздар болады. Екінші метод ол бұл create методы болып есептеледі. Оны QReset API reference документациясынан көре аласыздар. Яғни объектіні бұл create деп ішіне осылайынан әрбір объектіні бөлек-бөлек берсек, бізде базаға бір сұраным арқылы барлық объектімізді құрастырып береді. Оған дәлел жасайтын болсақ, алдымен былай жасайық. Жаңа бос тізім ашамыз. Және бос тізім ашамыз. Және біздер тегтің деректерін request dataдан аламыз. Бізде request data деген ол тегтардың тізімі. Осы тізімнен сериализаторға саламыз әрбірін. Serializer. Many true дегенсіз осылай әрбір тег дерегін сериализаторымызға саламыз. Және оның дұрыс емес екендігін тексереміз. IsValid арқылы. Және осы валидациядан өткен тег деректерін тег классына инициализация жасаймыз. Мысалы, тег тем болады models тег. Және осыған сериализатордан алынған деректерді береміз. Және осының барлығын тег листқа ішіне салатын боламыз. Яғни біз мына операцияны цикл арқылы беріп жатырмыз. Және бір тізімге сақтап жатырмыз. Тег лист деген. Біз тег листке сақтағаннан кейін мына жерде көрсетілгендей объектімізді бұл create арқылы қосатын боламыз. Ол үшін models tag objects бұл create tag list дейміз. Және соңында біздер request datаны қайтара салсақ болады. Енді базамызға қанша запрос кететінін көрейік. Кодымызды сақтаймыз. Мынандай бөліп тастаймын. Енді жаңа сұраным енгіземіз. Көріп тұрғанымыздай, мына жерде select деп бірінші авторизацияланған адам деректерін алынды. Және begin деп біздерде транзакция басталды. Және insert деп барлық деректеріміз бір сұраныммен бірге кетті базаға. Және commit деп соңынан осы сұранымымызды жаптық. Яғни бұл бізде 5 сұранымды бір сұранымға ауыстырды деген сөз. Бізде яғни екінші біздің методымыз оптимизацияланған код берді. Яғни мына комментарийларды, артық комментарийларды кетіріп тастайық. Және осы кодымызды develop серверіне салып жіберейік. Біздер бірінші сериализаторды аштық. URL-ге тегқа қатысты URL-дерді қостық. Print алып тастаймын. Views-ның ішінде жаңа viewset аштық тегқа арналған. Бұл create арқылы біздер тегтарымызды бірнеше тегтарды бір сұраным арқылы базаға енгізіп жатырмыз. Және settings-ның ішінде мынандай logging баптауларын енгіздік. Бұл логинг арқылы біздер Django-дағы базаға кететін сұранымдарды консольге шығарып жатырмыз. Add tags API деп атайық. Commit басам. Және git push origin develop деп жазамыз.
кодымызды тексерейік. Көріп тұрғанымыздай тегті қосқан API бізде қашықтықтағы репозиторияға түсті. Сабақты көргендеріңізге рахмет. Келесі сабақтарда кездескенше.